Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз әжімдер мен қартаю дақтарын кетіруге арналған қартаюға қарсы бет маскасын жасаймыз. Ол үшін бізге бір бананның қабығы керек. Бананды жақсылап жуып, сыртқы қабығын алып, ұсақ бөліктерге бөлеміз. Банан қабығында витаминдер мен антиоксиданттар бар. Ұсақтап кесілген банан қабығын ыдысқа саламыз. 200 мг су құйып, баяу отқа қойып, қайнатамыз. Банан қабығындағы дәрумендер майда сызықтар мен әжімдердің пайда болуын азайтуға көмектеседі. 5 минут қайнату жеткілікті. Банан қайнатпасын толық суытып аласыз. Суыған банан қайнатпасын ыдысқа құйып, блендермен езіп аламыз. Банан қабығы теріні ылғалдандырады және жұмсартады. Табиғи ферменттер теріні қабыршақтап, өңін ашады. Достар, видео ұнаса, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз. Маска негізі тегіс болып шығуы үшін езбені електен сүзіп аламыз. Бізге бір ас қасық жүгері крахмалы керек. Маска негізіне бір ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Жүгері крахмалы тері жасушаларын оттегімен қамтамасыз етуді жақсартады. Теріңізді жұмсақ, жібектей етеді. Ұсақ әжімдерді азайтады. Дайын болған қоспаны ыдысқа құйып, баяу отқа қоямыз. Үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша пісіреміз. Дайын болған маска негізін аздап суытып, ыдысқа құйып аламыз. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Бізге зығыр майы және жүзім тұқымының майы керек. 1 шай қасық зығыр майын қосасыз, араластырасыз. Зығыр майының құрамында теріні жұмсартып тыныштандыратын ретинол бар. Құрамындағы Е дәрумені қартаю процесін тоқтатып жасартады. 10 тамшы жүзім тұқымының майын қосамыз. Жүзім тұқымының майы теріні жасартып қана қоймай, сонымен қатар оның тонусы мен серпімділігін арттырады. Әжімдерді тегістейді. Әжімдердің терең қабаттарын тиімді ылғалдандырады. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 10 күн сақтай аласыз. Масканы қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.